Қайырлы күн достар, сіздермен бүгін осындай үй жағдайында корица қосылған құймақтар дайындайтын боламыз. Видеоның соңына дейін көріңіздер. Әдеттегідей барлық құрамдарды описаниеде көрсетіп өтемін. Енді ол шекерімізді алып, оның үстіне 2 жұмыртқамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Егер сізге корицадан жасалған рецептер ұнайтын болса, бұндай құймақ сізге өте ұнайды деген ойдамын, және сіздің үйдің кішкентай балапандарына да ұнайтынына сенімдімін. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Енді осы жұмыртқаларды салып болғаннан кейін біркелкі араластырып алатын боламыз. Оның үстіне шым-шым тұзымызды салып, және әрі қарай араластыратын боламыз. Бұндай рецептер өте жеңіл және тез жасалады. Енді осы құрамдарымыздың үстіне 1 шай қасық қопсытқышпен 1 шай қасық корицамызды саламыз. Оның үстінен 2 кружкадай, 2 стакан үй температурасындағы сүтті қосамыз. Менде бұл жерде 3,2% сүтті пайдаландым. Бөлме температурасындағы осындай 2 стаканды толтырып қойып, жақсылап араластырып алатын боламын. Міндетті түрде өте жақсы араластыру керек, араларында түйіршіктер қалмау керек. Сол кезде біздің қамырларымыз өте керемет болып шығатын болады. Енді менде дайын болған осындай қамырымды араластырғанда осындай құрам болды. Енді оның үстінен ұнымызды 2 бөлікке бөліп салып, жақсылап араластыратын боламыз. Міндетті түрде жақсылап араластыру керек. Егер де сіздің құймақтарыңыз дәмді әрі керемет шығу үшін сіз осындай ерінбей осылай араластырғаныңыз жөн. Міне осындай қаймақтың сұйық түрі, яғни сұйық қаймақ сияқты. Міне осындай видеода көріп тұрғандарыңыздай менде рецепт шықты. Енді табамды алдын ала қыздырып қойып, және оны аздап майлап алдым да, оның үстінен құймақтарымды осылай құйып дайындап алдым. Bir жағы піскеннен кейін екінші жағын осылай қолымның көмегімен аудардым. Яғни сіз лопаткамен аударсаңыз да болады. Маған осылай ыңғайлы болғандықтан осылай жасап алдым. Құрамына қопсытқыш қосқандықтан міне кішкене құймақтарымыз осылай көтеріліп шығатын болады. Енді екінші жағы асты қызарып піскеннен кейін екінші жағына аудару үшін біз осылай шет жағын кішкене көтермелеп алатын боламыз. Яғни екінші жағына ауыстыру үшін ыңғайлы болады. Екінші жағына ауыстыруына ыңғайлы болады. Сондықтан да осылай мен дайындап алдым. Міне жаймен ауыстырып екінші жағына қойдым. Міне менде осындай құймақтар дайын болды. Өте жұқа, өте керемет болып шықты. Корицаның дәмі шығып тұратындай, иісі де шығып тұратындай болды. Міне осындай өте жұқа, нәзік құймақтар менде дайын болды. Мен өзі құймақтың осылай жұқа болып шығуын өте жақсы көремін. Қою құймақтарды ұната бермейді екенмін онша. Енді осы дайын болған құймақтарыңызды өзіңіздің қалауыңызша балмен немесе вареньемен столға ұсынсаңыз керемет болады. Видеом ұнаса лайк басыңыздар.